Так, ассалаумалейкум, арнамның құрметті жазылмандары. Міне соңғы бейнеден кейін бір айдан аса уақыт өтті ғой деймін. Сонымен шаршап қалдық, уақыт болмады, неше түрлі события, жағдайлар болды. Міне котлованымыз міне мынандай, осындай жағдайға дейін қаздық, где-то бір 20 мың, 15 мың куб примерно біз бұл жерде. Ары бері қазып жатық, в общем. Енді бүгін жаңағы экскаваторымыздың біреусі бұзылып қалды. Бізде қазір тағы қандай событиялар болды, соларды қазір көрсетіп өтейін. Примерно шет жағасы. Бұл жерде. Так, мынау экскаватордың поворотный механизм. Жаңағы бұл механизм бізде бір экскаваторда клинит етіп қалды, қазір кешірмен. Кішкене жуып қойдық, май болып бітті, ондай ремонтқа уақыт жоқ, қазір объем жұмыс бітіру керек. Біздің есте мынау 807. Естеріңізде ма, бізде тағы 851 деген КамАЗ бар еді, осының двойнигі, екінші КамАЗ. Соны біз алдында Балқашқа барып, Ховаға ауыстырып алдық. Хова 2007 жылғы 19 куб кузовы. Келгеннен кейін біраз жерін жасап тастадық, алдыңғы тормозной системасын полный жасадық, жаңартып. Соңген жаңағы ходовка жағын, ступичный подшипник бәрін ауыстырдық. Соңген шаровыйларын ауыстырып, сөйтіп біраз жерін жасадық тоже келгеннен кейін. Так, енді расклад осындай. Қазір бір экскаватор істеп жатыр жұмыста. Қазір жұмыс тоқтады, 6-дан асып кетті. Мына ауа райы жер балшық болып езіліп, атвалдарға тығылып, неше түрлі жағдай болып арасында. Сөйтіп жұмыстарымыз қиын жүріп, мына экскаваторымыздың қазір поворотный механизмі бұзылып қалды. Соны үйге барып, мынаны перебирать етіп жасаймыз. Кімге қызық, ары қарай осы видеоны лайкыңызды басып қойыңыз да, жайшын. Ары қарай көре берсеңіз болады бейнені. Сосын бұйырса мына КамАЗды тоже полный реставрация жасап, жаңартып, мына ескі КамАЗдан полный шашып тастап, қайтадан жинаймыз, новый қылып шығарамыз. Бұйырса Хованы тоже реставрация жасап, шашып тастап, қайтадан новый қылып жинап жасаймыз. Хованы жаңартамыз, мынаны КамАЗ жаңартамыз. Алла бұйырса. Сонан кейін тағы да планда бар. Мына КамАЗдан да ауыстырып, тоже бір үлкейтіп алса, бұдан үлкен қылып жасап алғанға планда бар. В общем, Нұрдәулет екеуміз келдік мастерскойға. Мынау мастерской. Мына жерде біз поворотный механизмді шаштық, разбирать еттік. Ішінде жаңағы, бұл жерде плунжерный, видите, плунжерна поршневой, по-моему, аты. Плунжерна поршневой жаңағы гильза, обой ма? В общем, ішінде шашылып кеткен пистондар. Пистондардың бронзовый жаңағы наконечник бастар кетіп қалған. Бұндай негізі үйде бар, бушный. Бұл негізі өмірімдегі екінші поворотный механизм жасап отқам. Сол